8 жерден алдың 48, 8 түсіп 4 ойда. 8 жерде 1 8, оған 4 тоғызсаң 12 болады да. Мына өтірден кейін бір сан қоя, арқасынан бір өтір қайырамыз. Бір саннан кейін өтір қайырамыз. Не, қанша болды бірінші есеп. Дәл өйстіп көйіп кете береміз. Екіншісі, так, осы біріншісінің екіншісі бар екен, оны мына жерге көбейте салайық. -1,6 көбейту -8 дейді. Бұны былай жазамыз. Мына минус пен минус көбейтілгенде 10 таңбалы санды береді. Сонда 12,8 өзі шығады. Минус пен минус плюсті береді. Так, екіншісі 1,5 көбейту 0,4. Так, бұны көбейтейік. 1,5-ті 0,4 көбейтетін болсақ, 0, 2 ойда, 6, 0, 0, 0, 1 сан, 2 сан, 1 сан, 2 сан. Міне, 2 саннан кейін өтір қайырамыз. Сонда 1,2 болады мынауымыз. Дәл осылай -1,5 көбейту минус 0,4 дейді. Мына минус пен минус көбейтіліп плюсті береді. Сол себептен 1,5 0,4 көбейту үшін минус пен минус плюсті береді. 1-ден көбейтіп мынаны жасасақ та болады. Немесе өзінің жазылу жолы бар, иә? Так, жазылу жолы. Үсіп қойсақ та болады, үміт кете берсін. Так, үшіншісі 60-ты көбейтеміз 0,2-ге. Так, бұл 12-ге тең болады. -60 көбейту -0,2 дейді. Бұл да 12-ге тең болады. Минус пен минус көбейтіліп плюсті береді бізге. Төртіншісі 0,9 көбейту 9 тең. 8,1 болады көбейтілген уақытта. -0,9 көбейту -9 көбейтіліп плюс 8,1 болады. Минус пен минус көбейтіліп плюсті береді. Так, бесіншісі. Көбейтіп көрсете слайм бұны. Көбейту жолы. 0,4 көбейтеміз 0,6-ға. 4 жердегі 6 24. 0, 0, 4, 2, 0. Өтірден кейін 1 сан, өтірден кейін 1 сан, 1 сан, 2 сан, 1 сан, 2 сан. Өтірді 0,24 болып қайылады. 0,124 деп оқылады бұл. Так, -0,4 көбейту -0,6. Бұл да минус пен минус плюсті біледі, береді 0,124 болады. Так, алтыншысы 5 көбейту 0,102. Бұнымыз 0,1 болады. Көбейту жолын көрсетейін сіздерге. 0,02-ні 5-ке көбейтетін болсақ, 5 жерде 2, 10, 0 түсіп бір ойда, 0, 1 түседі, 0. Өтір қайырам. Өтірден кейін 1 сан, 2 сан, 1 сан, 2 сан, 0,1 шығады. Дәл осы -5. Бұл да 0,1-ге тең болады. Так, енді 587 есеп. 5, 11 көбейту 8, 15 дейді. Так, бұны қалай көбейтеміз? Бұны да дәл солай. 5 көбейту 8, бөлшек 11 көбейту 15. Так, қысқарады бұл жерде. 5-ті 5-ке бөлем 1, 15-ті 5-ке бөлем 3 болады. Немесе бүйтіп жазып көрсетейін сіздерге. Қысқарту жолы. Так, 5-ті 5-ке бөлдім 1 ғой, 1 нөл жазады, 8 жазылады, 11, 15-ті 5-ке бөлдім 3 болады. Сонда 8 бөлінген 33. 8 бөлінген 33. Біріншісі. Біріншісінің мынаусы болды дәл солай. Минус берілген. Минус пен минус плюсті береді. Қысқарады. 1 көбейту 8, 11 көбейту 3. 8 бөлінген 33 болады. Минус минус плюсті береді. Сол есептің екіншісі. 9 бөлінген 16, көбейтілген 5 бөлінген 12. Так, бұны қысқартамыз нешке? 3-ке бөлем. 3-ке бөлем. 9-ды 3-ке бөлсем 3, көбейту 5 болады. 16, 12-ні 3-ке бөлсем 4 болады. Так, 15, мынауымыз 64 болады. Так, қарай. Енді минусы осының. Так, минус пен минус плюсті береді. Дәл осылай. 64 болады. Минус пен минус бізге плюсті береді. Плюс дәрежені береді. Үшіншісі. 3 бөлінген 14, көбейту 7 бөлінген 10 дейді. Так, қысқартамыз. 7-ні 7-ге бөлем, 14-ті 7-ге бөлем. Сонда 3 көбейтілген 1, 7-ні 7-ге бөлсем 1, мына 14-ті 7-ге бөлсем 2, көбейту 10. Бұл 3 бөлінген 20. Енді әрмен қарай минус 3 бөлінген 14, көбейтілген минус 7 бөлінген 10.
минус пен минус плюсті береді. Тур жаңағыдай 3 көбейту 1, 2 көбейту 10, 3 бөлінген 20. Так, 588 есеп. Біріншісі 0-де 1625 көбейту минус 8-ге. Бұл ереже, мына жерде бір ғана минус, мына жер 10-тан бақсам плюс болып тұр ма? Онда минус жазылады да 0-де 625-ті көбейтемін 8-ге, былай жазылады міне. Енді көбейтетін болсам 0, 4 ойда 16, 20, 2 ойда 48, 49, 50 болады. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 болады екен. Мына жер минус 5 болады. Себебі мына жақшан сыртында минус тұр. Екіншісі минус 0-де 75 көбейту 4. Бұл да дәл солай. Минус алынан шығады да 0,75 көбейту 4 болады. Сонда минус мынауымыз қанша? 0,75 көбейтпек. 0,75-ті 4 көбейтетін болсақ, ойда 28, 29, 30, 3 болады екен. Минус 3 болады. Үшінші есеп 0, 3,75 көбейтеміз 16-ға. Бұны қалай көбейтеміз? Бұлымыз минус 0,375-ті 16-ға көбейтетін болсақ, 6 жердегі 5-ің. 6 жердегі 5-іңіз 30, 3 ойда 42, 45, 4 ойда 18, 18-ге 4 қоссаңыз. Так, 22. 5, 7, 3, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 3 сан 1, 2, 3, 6 болады екен. Мынауымыз да дәл солай өз алдына көбейтіп аламыз. Так, минус 6 болады екен. Төртіншісі 8 көбейтілген минус 75, иә? Бұны жақшан сыртынан шығарып алам. 8 көбейту 0,875 деймін. Так, көбейтеміз. 0,875-ті 8-ге көбейтеміз. 4 ойда 7, 56, иә? 56, 4 қосаң 60, 6 ойда 64, 70, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7. Яғни минус 7-ге тең. Төртіншісі кетті. Так, бұл есеп бітті. Енді 5809 есеп. Так, 3 бөлінген 8 көбейту минус 2, 3-тен 2. Болды дәл солай. Жақшан сыртына минус шығарып алам. Мынаны 10 бөлшек келтіріп алам. 3 2, 6, оған 2-ні қосамын, 8 болады. Так, бұл жерде мына қысқарып кетеді. Сонда не қалады? Минус 1 қалады. Екіншісі минус 1,6 көбейту 5 бөлінген 8. Минус жақшан сыртында көбейту 5 болады да, мынаны үлкен бөлшекке бүйтіп алуға да болады. 1,6 мен 8 қысқарады. 0,2 минус болады. Көбейту 5 болады. Сонда минус 1 болады бұнымыз. 1,6 мен 8 қысқартым 0,2 болды. Үшінші минус 7 бөлінген 8 көбейтілген 1,7-ден 1. Минус жақшан сыртында көбейту. Так, минус болады. 7 бөлінген 8 көбейтілген 7 на 8. Бұл жерде де қысқарып кетеді. Минус 1 қалады. Төртінші 4,3-ден 2 көбейту минус 3 бөлінген 14. Бұда да 10 бөлшек келтіріп алам. 3, 12, 13, 14. Жақшан сыртына минусты қоям. 3 бөлінген 14. Бұл жерде қысқарып кетеді. 3 пен 3 кетеді. Минус 1 қалады. Так, 590. Өрнектің мәнін табыңдар дейді. Біріншісі 3,9-дан 8 көбейтілген минус 2,7-ден 1. Минус жақшан сыртында наны 27, 27-ге 8-ді қосамыз, 35. 35 көбейту 7, 14, 15. Так, 35 пен 7 қысқарады. 5 көбейту 15 бөлінген 9 тең. Алында минус бар. Минус бар. Жақшы алам мынаны. 15-ге 5-ті көбейтемін. 75 бөлінген 9 болады. Бұны қысқартамын 3-ке, 3-ке қысқартам. Бөлемін 3-ке. Тең минус мынау.
25, мынауымыз 3 болады. Есеп шықты. Так, екіншісі. 592-шісі. 8 6-тан 1 көбейтілген минус 7,5-тен 1 дейді. Так, 48 49 болады. Мынауымыз жақша сыртына минус болады. Деміз 5 35 36 болады. Минус тұрады, 36 мен 6 қысқарады. 49 көбейтілген 6, мына жерде 5 қалады. 49-ды 6-ға көбейтеміз. 6 жердегі 54, 405 ойда, 24, 29, 294 болады. Так, үшінші есеп. 6,8-ден 3 көбейту минус 2, 11-ден 6. Бұл 8 болады, мына 48. 48-ге 3-ті қосатын болсақ, 51 болады. Минус алдына шығады, жақша көбейту 11. 11-ге 2 көбейтем 22, оған 6-ны қосамын, 28 болады. Ал бұл жерде қысқаратын жоқ, қысқармайды. Сол себептен де көбейте саламыз бір-біріне. Мынауымыз минус 88. 51-ге 28 көбейтеміз. 8, 42, 10. 8, 2, 4. 1428. 8 болады екен, үшіншісі келеді. Так, апарай. Төртіншісі. 10,7-ден 4 көбейтемін, минус 12-ден 11-ге. 7, 74. Жақшан сыртына минус, жақша қалам, көбейтем. 12, 24, 24-ге 11-ді қосамыз, 35. Тең. Так, 24-ті, 74-ті 12-ге. Нештен? Мал. 35 пен 7 қысқарады. 74 пен 12 қысқарады. Бітек ода болады. 7-ні 7-ге бөлем, 35-ті 7-ге бөлем. Так, 12-ні 2-ге бөлем, 74-ті 2-ге бөлем. 74-ті 2-ге бөлсем 34, 37 көбейту 5. Мынау 1 көбейту 6. Тең минус 6, 5 шойда 18. Мынандай болады. Бесіншісі. 5,8-ден 5 көбейтем минус 7,15-ден 4. Так, 8, 40, 45. Минус алдына шығады, жақша көбейтемін. 15. 15-ге 7-ні көбейтсек 105. 105-ге 4-ті қоссақ 109. 109. Да, 45 пен 15 қысқарады, 3 болады. Минус 3 көбейту 109 бөлу 8. Бұдан минус 8 алымда 327 болады. Алтыншысы. 7, 9-дан 5 көбейту минус 9, 4-тен 3. 9, 7-ге көбейтем. 9, 7-ге көбейтетін болсаңыздар, қанша болады? Так, 9, 7. 63. 63-ге 8 қоссақ, 63-ге 5-ті қоссақ 68 болады. Жақшан сыртына минус болады. Көбейту 4, сол жердегі 9-ын 36, 36-ға 3-ті қоссақ 39. Так, 68 пен 4 қысқарады. 1-ден 28. 17. Так, 4-ті 4-ге бөлем, мынаны 4-ге бөлем. Мынауымыз 17 көбейту 39 бөлінген 9 көбейту 1. Алында минусы бар. Минус 9. Так, 17, 39 көбейтем. 6 ойда 15, 21
қойда 5 663 болады. Так, бітті бұл есебіміз. Енді 591 көбейтуді орындаңдар дейді. 591. Біріншісі минус 4,7 көбейту минус 36. 4,7-ге 36-ны көбейтеміз. 42 4 ойда 24 28. 1 2 ойда 12 13 14. 2 9 6 1 1 2 16,192. Минус пен минус плюсті береді. Ол бұлай жазылады. Плюсті жазбаймыз. Минус пен минус плюсті беріп кетті. И бұлай бұлай көбейтеміз. Мына тең болады. Екіншісі минус 5,9 көбейтілген минус 6,3. Бұны қалай көбейтеміз? Бұны да көбейту жолы өте оңай. Міне, көзді көрсете салайын. 5,9 көбейту 6,3-тен минус пен минус плюсті беріп кетеді. И көбейтейік 6,3-ке 3-де 27. 7 түсіп 2 ойда 15 16 17. Ал жердегі 9-ың 54 4 түсіп 5 ойда 30 35. 7 1 6 7 1 2 1 2 37 бүтін 117 болады. Әрмен қарай. Үшіншісі минус 7,4 көбейтілген минус 90. Минус пен минус плюсті береді. 7,4 көбейту 90 дейміз. Так, 7,4-ке 90 көбейтейік. Ол үшін 7,4 көбейту 90 деп жаза береміз. 0 0 сол жердегі 4-ні алды 3 ойда. Жетердегі 9-ың 63, оған 3 тоқсан 66. 0 6 66 өтірді. Мынау бір саннан кейін өтір болғандықтан былай түсіреді өтір. 466 болады. Төртіншісі минус 31,6 көбейту минус 75. Бұнышы бұны дәл солай. 31,6-ны 75-ке 0 3 ойда 42 4 ойда 7 4 11 1 ойда 21 22 0 0 да 7 3 2 бір саннан айырым. Так, 31,6 көбейту 75 болады. Минус пен минус плюсті береді. 230 болады екен. Так, бесіншісі минус 3,2 көбейтілген минус 0,147. Так, 3,2 көбейту 0,47 тең. 3,2-ні 0,147 көбейтеміз. Так, 14 1 ойда 21 22 8 12 1 2 4 15 1 1 2 3 1 2 3 1 бүтін 185 104 болады екен. Так, алтыншысы минус 200 көбейтілген минус 0,185. Минус пен минус плюсті береді 5. Бұны көбейту үшін мына 2 0-ді артқара жылжыта саламыз. 85 болады. 85-ті 2 көбейтетін болсақ 170 болады. Так, енді 592.